Бейімбет Майлин, Портөкел. Сақылдаған сарайыз, далаға шықсаң бетті қарып кетеді. Есік терезе сіресе қатқан мұз. Боқбасар күрең атын қақпалап суарып келіп, кешке арқасын қалап жылынып отыр. Қатынай, отынды жақш, үйдің азынап кетіпті ғой деді. Неңді жақ дейсің сорлы, жаздай теріп алған тезек әлде қашан бітті. Жалғыз аттан қалған саңалтыр не отын боп жарсын. Сирен басқа жұрт лаулап ағашты қырып әкеп маздатып отыр. Қой, жұрттай менің беделім жоқ, тамыр танысым жоқ. Біліп қалса, Портөкелмен басымды шіртер. Портөкел деген сөзді Ханшайымның бірінші естіп өтті. Сондықтан байының ағаш ұрлауға барғысы келмеген соң айта салған сылтау екен деп түсінді. Тересе тық-тық. Бұл кім? Қатын есік табылмай жүрген біреу шығар, есік ашшы. Үйге суықты азынатып, шыдырлатып екі-үш адам кіріп келді. Боқбасар үйде ме? Мен мұнда, деп Боқбасар түрегелді. Ауылына екен. Жанында бір орысы бар. Қане шамыңды жақ, үйіңді тінтеміз. Боқбасар да Ханшайымды дір ете қалды. Ойбай, не жаздық? Әңгімені ғой. Жалпылдақ шамды қолға алып жүріп, тінтпеген жерін қалдырмады. Жалғызақ тапқаны Боқбасардың жас қайыңнан істеген шоқ бар. Үйге келген жаста орыс сұлу мұртты ширатып жіберіп, тарғыл кінегені ашып жаза бастады. Жаным-ау, бұларың не? Бұл Портөкел, қазынаның ағашын ұрлапсың. Ойбай, бір бұрау сындырған болсам кәпір етейін. Ендеше шоқпарды қайдан алдың? Шоқпар Мырқымбайдікі? Түні күні күзенге шығам деп сұрап алып ем. Портөкел істесе де Боқбасарға тимей кеткен соң Ханшайым онша қарғай қоймады. Бірақ Боқбасар артының зілді болатынын ойлап қауіппеніп жүрді. Қыс өтті. Жалғыз күрең атты Сағымбайдың соқасына қоса жегіп жер жыртып жүргенде ойламаған жерден ауылнай сап ете қалды. Мына пәбескені аласың, Туарайдың онына сотқа бару керек. Жұмысты қалдырып, қалай барам? Бармасаң ұстап түрмеге жабады. Боқбасар шошып кетті. Не туралы екен, неден жазықты болған әрбері жалынып сұрап еді, ауылнай айналыпты қараған жоқ. Басымды қатырма деп атына мініп тартып жүре берді. Сотқа баратын болсаң жұмысым тоқтап қалады, басқа адам алам деп Сағымбай соқадан шығарып жіберді. Айдың оң жағасында күрең атқа мініп, күпісін бөктеріп алып Боқбасар қалаға асты. Ауылдық кеңес сайлауы. Жиылған жұрт ауылнайдың жылдық ісінен есеп алып жатыр. Ел шаруаларына келтірген нендей пайдаң бар деп сұрау берді. Ауылнай мүдірейін деді. Тер моншақта бақты. Үшкөлге балаларын жіберттім. Қысқасы шаруаларға қолдан келген көмегімді көрсеттім. Маған сөз бер, деді біреу. Бұл Боқбасар еді. Қысты күні әбейшікті әкеліп үйімді тінтіп ағаш кестің деп нақақтан Портөкел істеді. Ағашты лаулап кескен Сапарбектің үйіне қонып, жеген қазысына мәз болып кетті. Жұмыс уақытында сотқа шақыртып, соның әлегінен егінсіз қалдым. Бұдан да сот рақымды екен. Жұмыс кезінде бекер келген екенсіз деді. Кедейге көрсеткен үзірі осы ма? Ауылнай үндей алмай қалды. Жиылған өкілдер ауылнайдың ісін нашар деп тапты. Кейбір кеміс шыққан жерлері сезіліп, сотқа берілсін деп қаулы қылынды. Боқбасар үйіне келіп, арқасын сүйей отырып, «Қатын», деді. «Немене? Былтырғы Портөкелді білесің бе? Әлгі ауылнайдың тінтейтіні ме?» Дүние кезек деген осы екен, иә. Бүгін жиналған жұрт бұзықтығын мойнына қойып, ауылнайдың өзіне Портөкел істеді. Соңы. Оқыған Қуат Ахметжан. Лүпіл басып арнама жазыла отырыңыздар. Рахмет.